2001 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіз еліміз 10 жасқа толды. 2010 жылы жастар жылы деп жарияланды. 2006 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 15 жыл толды. Атақты желтоқсан оқиғасына 20 жыл толды. 2007 жылы қазақ тілінің қолдау жылы. 2008 жылы Астана қаласындағы сол жағалауындағы әсем-де зәулім ғимараттар қатарын қазақ елі монументі толықтырды. Монументтің биіктігі 91 метр. Бұл монументтің идеясын елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев құрады. Қазақстан 56 ел бас қосатын мәртебелі ұйым Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымға төрағалық етті. 2011 жылы қысқы Азия Олимпиадасы Астана мен Алматы қалаларында спорттық жарыстар болды. Біздің еліміз 31 алтын, 22 алтын, 21 күміс, 17 қола, барлығы 70 медальға ие болды. Оның бойтұмары Ақбарыс еді. Еліміздің 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымының сыртқы істер министрлігі кеңесіне төрағалық етті. Қайдан ғана бұзылды сарша сыртым. Молдағалиев, мен қазақпын, биікпін, өмірге қайта келдім. Мен мұнда бірігім, мәңгі өлмеске айта бергім келеді, айта бергім. Тәуелсіздікке арналған өз шығармашылығым. Желтоқсанның ызғарында еліме төнді қара бұлт. Дінін тілін сақтау үшін шықты алаңға саналып. Зғарлы күні, зғарлы түні, таяққа да көнбеді, аязға да төнбеді. Болашақ ұрпақ ел үшін жастарым не көрмеді. Қан төкті, тер төкті, тәуелсіздікке қол жетті. Біз қазақтың баласы таң қалдырған жер көкті. Құрбан болған апаларға, ағаларға айбынды. Осы күнді бағалауға ұмыт тұрып қайғынды. Ант етеміз бүгінгі ұрпақ, ант етемін шын сөзім. Тәуелсіздік арайлы күн, бұлт алмай күн көзін. Тәуелсіздік бағымда сен, бар байлығым, бар өзін. Менің өз шығармашылығына қазақ тілі туралы өлеңімді қабылдаңыздар. Қазақ тілім, байтақ тілім бұл менің. Қазақпын деп мақтанып мен жүремін. Қазақ тілін ардақтаймын әрқашан. Қазақ үшін жанымды мен беремін. Қазақ тілім, ана тілім ардақты. Домбырамның киген еткен салмақты. Қазақстандай жер бар ма бұл ғаламда? Қазақ тілім қалай шетте қалмақшы? Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзім барда өзегінде жоқ шермін. Кеше менен келбетімді арман қып, одан да бұлғауландық басқа ердің. Бабалардың барын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Вай еркіндік, қош келдік. 어두운 다 깊어버리고 말이여 값을 펼쳐진 기억 없는 계절을 시원해요 그렇게 못한 날들을 불러대린 동서를 내려
тәуелсіздік, мә саған еркіндік. Конвой, алып кет мені, каптырға қамап тас. Бара ғой, Айнера. Бара ғой, сен шілеп бара ғой. Не дейді қара? Көз жасымызды ала көрген екен ғой. Ақтенің қарны жарылды. Көшкеші, шашымды ал, шашымды. Тәуелсіздік жазасын, мәңгілік, Қазақстан мәңгілік ел болсын. Шашу, шашу. жылда Бафуде Бельнюсте Москвада болған көтерілістерде түрткі болды. Кеңес одағының таратылуы кейінде жақындата түсті. Көріп отырғандарымыздай, тәуелсіздіктің 30 жылдығына жету белестері әр жылдағы тарихи оқиғамен байланысты болған. Ал сан ғасырлар аңсап кеткен Çırağımız hep mümkün ömürdeyiz, alasınız. Şimdi boluşaklarında olmasın, şimdi aman bunlar kaydaşın günü yollar olsun. Her aşın yolunda bitken körüne verdi. Ustazlarım filan da benim de onun vakkan ayıp var, benim annem veriyorum. Olsun devamlı ufaklarım özüm. Körüsün körüne atkanlığı verdi, ben kuanışlı.